ұбт-дан жоғары балл алу мүмкін бе? Мидың күшін пайдаланып, алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуден қалай сүрінбей өтеміз? Ең жоғарғы балл алу үшін не істейміз? Мен дәл қазір осы сұрақтарға жауап берейін деп тұрмын. Менің атым Айнара Байжан, мен сертификатталған коуч, дипломдалған психологпын, және де кванттық физика бойынша адамның өмірдегі мүмкіндіктер веткасынан кез келген арманын жұлып алу, орындау сияқты мәселелерді, осындай қызықты ақпараттарды мен сіздермен бөлісетін боламын. Менің атым Айнара. Айттым. Егер де осы видеоға лайк басып комментарий жазсаңыздар, бұл арнада одан да көп пайдалы ақпараттар шығады. Олай болса, көп созбайық, кеттік. Мидың альфа ритмі деген бар. Ол біздің ұйқылы, ояулы күйіміз. Жалпы радио толқын сияқты немесе Wi-Fi сияқты біздің миымыз ақпаратты бүйтіп қабылдайды немесе ақпаратты таратады. Мұның барлығы энергетикалық деңгейде. Осыны зерттеген өте көп ғалымдар бар. Соның бірі және бірегейі Хосе Сильва. Хосе Сильва негізінен осы радио қабылдағыштармен, радио толқындармен жұмыс істейтін физик болған. Ол балаларына сабақ оқыған кезде, миына қонбаған кезде, ол осындай альфа состояниеге, мидың альфа толқынына оларды түсіріп жаттатқан екен. Содан кейін ол результатын көріп таң қалған. Яғни белгілі бір ырғақты ол қосып қояды да, сол ырғаққа адамның логикалық миы, ойлау ақылы сәл баяулап, тәні босаңсып, адам өзін жақсы сезінген кезде ақпаратты миына сіңірген. Сол кезде оның балалары өте көп болған. Сол балалар мектептің программасын оңай сіңірген екен, оңай жаттаған екен. Сөйтіп бір жылдың ішінде оның бүкіл баласы оқу үлгерімін жақсартқан. Кейін Хосе Сильва осы әдісті адамдарға басқа да өмірдің мүмкіндіктеріне пайдалануға осындай лекциялар жасайды. Оның көмекшісі Хелен Хетцель деген пысық қыз болады. Ол пысық қыз осы әдісті пайдаланып, өзінің миын альфа күйге енгізіп, лотереялардан ұта бастайды. Яғни ол міндетті түрде қай лотереяға барса да ұтып қайтады екен. Парижға саяхаттар, үй, көлік, фен, магнитофон, холодильник, техника бәрін ұтқан. Сол қалай жасайсың деген кезде, сол Хосе Сильваның әдісін пайдаланамын да, миыма настройка жасаймын. Яғни миымды босаңсытам, логикалық ақылды өшірем, одан кейін визуализация жасаймын деген екен. Яғни біз белгілі бір мақсатқа, арманға жету үшін миымызды альфа күйге түсіреміз, одан кейін визуализация жасаймыз. Визуализация жасау үшін біздің ойларымыз тоқтау керек. Визуализацияны көп адамдар жасай алмайды. Неге жасай алмайды? Өйткені оның ішінде қорқыныш, үрей, сенімсіздік көп. Егер де сіздің осы қорқыныш, үрейлермен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің визуализацияңыз күшті болады. Яғни четко барлығын представлять ете алады, көз алдыңызға елестете алатын мүмкіндігіңіз ашылады. Хелен Хетцель осы әдісті пайдаланған, ол кейін адамдарға да үйреткен. Бірақ Хелен Хетцель сияқты тарихта барлық ұтысқа, лотереяға ұтпай қайтпайтын адамдар болмаған. Хелен Хетцель адамдарға осыны үйретсе де, Хелен Хетцельдің жетістігін ешкім қайталай алмаған. Яғни ол альфа күйге енуді мықтап меңгерген. Бұны басқа адамдар гипноз сеанс жасайды, өзін миын бағдарлауды әбден үйреніп алған деп айтады. Енді біз қарапайым адамдар, осындай білімдерді алып, өміріміздегі емтихан тапсыру, ұбт-ны жеңу сияқты, тем более ұбт-ны тапсыратын жас балалар, 17-18 жастағы бойжеткендер мен боз балалар тапсырайын деп жатыр. Оның өміріндегі эмоциялық кезеңі сондай бір күшінің тасыған, ғашық болатын, көп нәрсеге алаңдайтын, анаған да қызығады, мынаған да қызығады. Өте көп ой келетін уақытқа сәйкес келіп тұр ұбт тапсыру уақыты. Не істейміз деген сұрақ туындаған кезде біздің балаларымызға нерв жүйесін тыныштандыратын, фокусты жақсы сенімділікке аударатын осындай альфа күйге түсіріп, миды бағдарлайтын әдіс тәсілдерді жасай аламыз. Ол үшін істейміз. Ол үшін жатарда жақсы спокойно музыка қойып, миды альфа ритмге түсіріп, сол
ең жоғарғы балды алып жатқан сәтті елестету керек. Қазір ұбт тапсыруға аз ғана уақыт қалды. Бүкіл қаншама уақыт берілді осы күнге дейін. Әрине ұбт тапсыру үшін бірінші адамға керегі білім. Мектептің программасындағы бүкіл сұрақтарға жауап беру керек. Мен өзім жоғарғы бал алдым кезінде, осыдан 15 жыл бұрын ұбт тапсырғанда ең жоғарғы балды алғандардың қатарында болдым, грантқа түстім. Бірақ ол кезде менде бұл білім болған жоқ. Мен таза, яғни альфа состояние, біздің жүйке жүйеміз, миды программалау сияқты білімдерді мен ол кезде білген жоқпын. Бірақ та менің ең үлкен жетістігім сол кездегі ол менің өте көп тестті жаттағаным. Мен сабақты оқыған жоқпын, тест жаттаумен айналыстым. Ал неге ұбт-ға 2 күн қалған кезде, 1 күн қалған кезде мен көңіл күйімді жақсартып, мамам сол кезде көп шоколад жегізді маған, және де көп жаңғақ жегізді, және мен тыныштықта болуыма назар салды. Сөйтіп мен ұбт-ға 2 күн қалған кезде өзім тыныштық күйде болдым, көңіл күйім жақсарттым. Бірақ альфа ритмді ол кезде білген жоқпын, бірақ қазір менің балам ұбт тапсыратын болса, мен ұбт-ға бір апта қалғаннан бастап оның миын альфа күйге түсіріп, және де өзінің даусымен, баланың өзінің даусымен, сен мықтысың, сен Алланың өзі сенің жолыңды ашып қойған, сен жоғарғы балды аласың деген сияқты сенім сөздерін диктофонға жазып, және альфа ритмге түсіретін дыбыспен, ол арнайы дыбыстар бар сондай, сонымен ұйықтататын едім мен баламды. Сол кезде оның миы сенімділікке бағдарланады. Оның миы өзіне сенеді. Миы оның ұбт тапсыруды қауіпсіз деп санайды. Сол кезде оның жолы ашылады. Барлық нәрсе біздің миымызға байланысты, біздің нерв жүйемізге, біздің сезімдерімізге байланысты. Сондықтан да нерв жүйемізді, миымызды, көңіл күйімізді, эмоциямызды басқару үшін ұбт-ға аз уақыт қалған кезде осы нәрсемен айналысу керек. Майкл Джексон және де Криштиану Роналду өмірлерінде үлкен жетістіктерге жеткен адамдар. Олар самопрограммированиемен айналысқан. Майкл Джексон қалай жасайды? Майкл Джексон өзінің киносын көрген боларсыздар. Кішкентай стикер қағаздарға: Майкл, сенің жолың болғыш, сен генийсің, сенің түрінен керемет өтеді, Құдайдың махаббаты сені жетелеп тұр деген сияқты сөздерді стикерге жабыстырып, өзінің ванной бөлмесіндегі жуынатын жердегі айнасына жабыстырып тастаған. Күн сайын ұйқыдан тұрған кезде, айтпақшы, ұйқыдан тұрғаннан кейін біздің миымыз альфа күйде болады, яғни қабылдағыш, радио қабылдағыш күшті жұмыс істеп тұрады. Майкл Джексон барады да жуынардың алдында сол сөздерді оқиды да өзінің көңіл күйінің жақсарғанын байқайды. Сөйтіп ол өміріндегі реальностына сол стикерге жазғандары айналған. Ал Криштиану Роналду не істейді? Пенальти гол соғатын кезде ол міндетті түрде өзіне мынадай сөздерді айтады: гол соғу мен үшін оңай, қақпа менікі, гол соғу мен үшін қалыпты жағдай деген сияқты сөздерді өте көп айтады екен. Сөйтеді дағыны голды сенімділікпен соғады, яғни миын программалайды. Сондықтан ұбт-ны тапсыру үшін әрине білім керек, екіншісі самопрограммирование керек. Ал самопрограммированиені жасау үшін біздің миымыздың альфа күйі керек. Сондықтан да осы видеомен отбасылық чаттарыңызда бөлісіңіздер. Мен артық ештеңе айтқан жоқпын. Бұл жерде қауіпті ешқандай сеанс, қауіпті ақпарат жоқ. Біз балаларымыздың миын жақсы жаққа өзіміз бағдарлай аламыз. Ол үшін бізге білім керек. Айтпақшы, менің Сильва әдісі деп аталатын қысқаша курсым бар. Ол небәрі 5000 теңге тұрады. Сол курсты пайдаланып, өмірлеріңізге жақсы мүмкіндік тартсаңыздар болады. Ал сіздер менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, және менің Instagram парақшам Айнара Байжан, сонда жазылып алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.